Сәлем достар, бізде бар-барынысына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге достар, мен Айша. Мұхамеджан. Бүгінгі достар біздің видеомыз өте қызықты болады. Себебі қазір біз Магнумға барамыз. Бірақ Магнумға бармастан бұрын біз өзімізге түсті және пішінді осындай колесомен таңдайтын боламыз. Қандай бізге түс және пішін түседі, сол затпен біз сол заттарды сатып алуымыз керек болады. Кімде көбірек болады, сол жеңеді. Сол үшін бүгінгі челленджде өте қатты тырысу керек. Сіздер міндетті түрде видео басталмастан бұрын Мұхамеджанға да маған да тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, біз видеомызды бастаймыз. 6:12 біз бастаймыз. Кеттік. Достар, ең алдымен біз өзімізге түс және фигура таңдауымыз керек. Бірінші біз түстен бастаймыз. Ең бірінші сол ақ, сары, оранжевый, розовый, қара және жасыл түстер бар. 6 түс. Сондықтан да давай Мұхамеджан бірінші бастайды. Маған розовый мен 4 бұрыш болсағы. Розовый. Мұхамеджан розовый таңдағысы келіп тұр почему-то. Оранжевый. Мұхамеджан оранжевый. Негізі мен кішкене біліп тұрмын қандай заттар бар. Енді мен таңдаймын. Тоже түс. Мен тоже розовый қалап тұрмын почему-то. Заттар көбірек сияқты. Жасыл. Оранжевый тоже. Болмайды қайттан. Себебі Мұхамеджанда уже оранжевый, достар. Мен жоғашты розовый. Розовый! Бірақ маған домалақ түссе. Розовый түссе. Ой. Менде розовый, Мұхамеджанда оранжевый. Достар, енді келесі фигура Мұхамеджандамен бастам. Бізде 4 бұрыш, 3 бұрыш, домалақ. Үшеуі 2 рет қайталанады. То есть тоже 6. 4 бұрыш Мұхамеджанда, 4 бұрыш оранжевый. Уже бір нәрсе менің ойымда бар. Енді келесі мен таңдаймын. Домалақ. 4 бұрыш розовый. Мен уже бір нәрсе білемін. Мұхамеджан да біледі бір нәрсе. Себебі именно сол үшін Мұхамеджан өте қатты алғысы келген. Розовый 4 бұрышты. Енді достар, қазір біз видеомызды бастайтын боламыз. Сіздер Мұхамеджанның не алғанын көрулеріңіз үшін Мұхамеджанның каналын осы видеодан кейін қарап кетіңіздер. Ал мен бүгін өзімнің осы каналымда 4 бұрыш розовый заттарды алатын болам. Ал Мұхамеджан өзінің каналында 4 бұрыш оранжевый заттарды алатын болады. Иә. 4 бұрыш оранжевый. Сол үшін достар, міндетті түрде кеттік. 4 бұрыш болды ғой? Менде. Пофиг. Сіздер достар, міндетті түрде Мұхамеджанның каналына өтіңіздер осы видеодан кейін. Себебі жалғасы Мұхамеджанда қызығырақ болады. Келдік. Достар, самокаттың өзі не өзі қалды, не өзі. Біз келдік, және қазір мен өзіме розовый 4 бұрыш заттарды іздеймін. Ал сіздер Мұхамеджанның қандай оранжевый 4 бұрыш заттар алғанын көріңіздер. Достар, мен осындай Nestle алдым, себебі ол міне розовый. Саналады. Розовый Skittles, еще и 4 бұрыш саналады. Аламыз. Кажется, екеу ғана. Енді тағы іздеп жатырмын шоколадтардан. Ол үшеді қойсыр. Тағы да бір шоколад Nestle. Екеуден Nestle оқып, бірақ бұл тоже басқа да түрі. Сосын осыны алам тоже. Еще достар, мынандай шоколад. Бұл уже басқа көрдіңіздер ме? Ritter Sport. Осындай. Осыны аламыз. Міне өте көп мынандай бар. Или мынандай бар. Лучше мынандай. Мынандай алам. Менде осындай күшті бокс шығып жатыр, розовый 4 бұрыштардан. Тағы іздейміз, енді келмейміз. Мындай 4 бұрышты каша. Жасау керек үйге бар, готовься. Міне, Лейс. Осы үшін мен розовый 4 бұрыш таңдағым келді. Ау да розовый екен. Саналады? Саналады, конечно. Мынандай растишка розовый, клубничный. Ой, то есть баблгамный. Алам. Еще розовыйға мынандай. Біреу алайын. Fruits деген йогурт. Розовый ғой тоже. Фемен. Осындай бахрома, мороженое, розовый түсті. Ішінде сырты да розовый. Сосын, конечно, саналады. Аламыз.
Достар, мен ойлап келе жатырмын, маған қалай повезло. Себебі менде өте күшті и дәмді заттар розовыйлар. Мынау саналады, я думаю, себебі розовый. И іші тоже розовый, начинкасы. Саналады, конечно, аламыз. К чаю осындай печенье, вафлялар. Қызыл емес, розовый. Қарасай, мынау қайда розовый заттар. Мынандай мен бірге ғой. Короче, саналады осында. 4-5 қой. Мынандай. Короче, қара, мынандай бар. Мынандай розовый. Мынандай фитнес розовый бар. Қайсысы лучше? Біреуін ғана. Біреуін ғана бар. Наны, наверное. Наны жемеймін бәрі. Сол үшін наны алам. Фитнес. Уже менде көп зат болып жатыр. Мен надеюсь, мұхамеджанды жемеймін. Жемем ғой. Әлі іздеп жүрміз. Мұхамеджан қазір өзіне алатын болады. Пока что менде ғана заттар. Мұхамеджан іздеп жүр тоже оранжевый. 4-1 не бар деп. Менің розовыйларым Мұхамеджан жеңеді деген ойдамын. Надеюсь. Тағы да шоколад жерлерден мындай рахатский тауып аламын. Саналады ма? Розовый қараш. Саналады вроде, аламыз. Қазір мынандай 4-1 қояйық. И мынандай 4-1. Бірақ мынау больше аққа кажется. Сол үшін мынаны алмаймыз. Бұл саналмайды менің ойымша. Мынаны алсақ болады деп ойлаймын, себебі 4-1 еще и розовый. Чай жақтарда розовый бір нәрсе бар. Шығыңдаршы, мен Мұхамеджаннан жеңілгім келмейді. Я жеймін ғой, мынандай бар екен. Мынау бірақ қара кішкене, ол саналмайды, наверное. Басқа қандай бар? Мына жақтарда бар ма? Так, вроде бы жоқ, иә. Жемейді ғой. Ішеді ғой енді, саналады. Саналады, ішеміз. Все, бір зат. Достар, мен что-то іздеп жүрмін, таппай жүрмін. Мне кажется, мен барлық розовый заттарды сатып алдым, бірақ мен тағы да бірнеше минут хотя бы іздеп көрейін. Если таба алмасам, онда доғарам. Достар, мен, короче, таба алған жоқпын, өкінішке орай. Қазір енді көрсетемін мен қандай розовый заттарды алдым. Бірінші осындай Рафаэлло, 4-1 розовый саналады. Екінші осындай чай Макси, жаңа ғана тауып алдым еще оны. Үшінші мороженое Бахрома, розовый, ішінде начинкасы да. Так, келесі бізде осындай фрутс. Сонда бізде 4 зат болды. 5-ші зат осындай печенье к чаю. 6-ші зат осындай қыз шоколад. 7-ші зат Nestle. 8-ші зат осындай растишка, баблгаммен. 9-ші зат осындай Харибо. 10-ші зат осындай Ritter Sport. 11-ші зат мынандай шоколад. 12-ші мынандай шоколад. Nestle тоже. 12. 13. Мынандай каша, короче. 13. Менде уже 13 зат Мұхамеджан. 13. 14 осындай чипсы Лейс. И өте күшті осы. 14 және 15 осындай хрустим. Мен бірақ бұндай жақсы көрмеймін. Және соңғысы Skittles. Ұмытып қалдым. Енді толықтай қайттан санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мұхамеджан. 14, 15, 16. Батти. 16 зат. Санадым. Мен байқамай дұрыс емес санап қойдым. Мен 17 зат екен. Енді достар, осымен мен заттарымды аяқтаймын. Қазір енді мен барлығын алдым. Қазір кассаға барып, үйге баратын боламыз уже. Не уже шаршап кеттім аты розовый заттарды іздеп. Біз үйге келдік, уже почти жетіп қалдық. Достар, біз үйге келдік. Короче, достар, біз қатты шаршап кеттік, себебі менің видеом түсірілді. Мұхамеджандікі түсірілген жоқ. Қазір сіздер осы видео біткеннен кейін міндетті түрде Мұхамеджанның каналындағы видеоны қарап кетіңіздер. Себебі, оны қалай табамын десеңіздер,
видеоның соңында мынандай штукалар тұрады, заставкалар. Сол заставкалардың қасында Мұхамеджанның жалғасы, яғни кім жеңді, қалай вообще болды, соның барлығын Мұхамеджанның каналында, короче, көріңіздер. Мұхамеджанның каналында прям полный трэш, себебі айтпай қояйын, өйткені айтсам сіздерге қызық емес болып қалады. Енді бүгін көрдіңіздер, менде неше зат болды? 17 зат болды, иә. 16. Біз жоқ 17. Не санадым, өтірік істеп жатырмын. 17 зат екен. Шын айтамын, мен видеоға түсірдім, потому что 16. короче, мен видеоға түсірдім деймін. 7. Вот достар, 17 зат, ал Мұхамеджан неше зат алды? 13 миллиард. Айтпа. 13 миллиард. Айтпа. Короче, достар, Мұхамеджан вообще қандай заттар және неше зат алды? Және міндетті түрде кім жеңді? Соны міндетті түрде Мұхамеджан каналынан қараңыздар. Себебі, достар, Мұхамеджанның каналында актив жоқ. Жоқсың ғой, Мұхамеджанда өте аз просмотр, сондықтан Мұхамеджанда видеоларыңызбен, қолдауларыңызбен, комментарий, лайк, просмотр барлығымен Мұхамеджанды барынша қолдауға тырысыңыздар. Біз сіздер үшін өте қатты тырысып, сіздерге видеолар түсіріп жатырмыз. Сол үшін бізде де түсініп, бүгін сағат 11-де біз енді келіп жатырмыз үйге. Негізі бұндай кезде вообще бізге болмайды далаға шығуға, бірақ біз сіздер үшін осылай шығып, сіздерге видео түсірдік. Сол үшін сіздер дәл қазір осы видеодан кейін Мұхамеджан каналына өтіп, Мұхамеджанды да мені де бірге қолдап, бізге лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса, достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Бәріңізге көп рахмет осы жерден көргендеріңізге. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.